Балалар, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Біз дырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып, білім аламыз. Жарайсыңдар, балалар, отыра қойыңдар. Балалар, қарайықшы, біз осыған дейінгі өткен тапсырмаларымызды есімізге түсіріп алайық, ол үшін үйге берілген тапсырмадан бастайық. Мына жердегі қарайықшы, пішіндерге, қандай пішіндерді, қандай түсті пішіндерді көріп тұрсыңдар. Және мына жердегі жасырынып тұрған пішіннің қандай екенін кім табады? Қолымызды көтереміз, кішкене ойланамыз. Кім айтқысы келеді? Ерұлан айта ғой. Үш бұрыш демек. Иә, болды. Үшбұрыштың қандай түсі дедің? Жасыл түсі, жақсы, жарайсың. Келесі тапсырма, бұл да үй жұмысын қайталауға арналады. Мына жерде балалар кезек-кезек бірінші топ жүйріктер тобынан сұрай қойайын. Кім айтады? Мына жерде неше пішін бар? Малика, тексеріп көр, тез-тез жүгіріп келе, тексер, үстін басып көр. 4 дұрыс па екен тексерейік. Дұрыс, жарайсың. Келесі екінші топ. Әдемі келе ғой. Мында неше айды көріп тұрсың? Сары, тез-тез басып көр, 2 дұрыс па екен. Оп. Ой. Қазір мен басам ойын. Жақсы, 2, я? Жарайды. Мына жердеші. Неше күнді көріп тұрмыз? Дұрыс, 3. Мына жерде барлығымыз бірге айта салайық. Нешеу? Бұл нешеу? 5. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді келесі тағы да санның құрамын өттік қоя оған дейін. Кеттік. Санның құрамын тауып көрейікші. Бірінші топ. Айта ғой, Фатима. Айтамыз бірінші. 5-тің құрамы 3 пен 2. Басып көр. Дұрыс па екен? Жарайсыңдар балалар. Кел, Фатима. Келесі екінші топтан Алихан. Тез ете ғой, Алихан. 6-ның құрамы 3 пен 3. Дұрыс па екен? Жарайсың, Алихан, өте жақсы. Келесі. Так, Дәурен келе ғой. Дұрыс па? 5, 7-нің құрамы 5 пен 2. Келесі қай топына топ қоя? Келе ғой, тапқырлар тобынан. Аружан келе ғой. Айта ғой. 8-дің құрамы 7 мен 1. Тексеріп көрейік. Өте жақсы. Жарайсың балалар, жарайсыздар балалар. Келесі тапсырма. Бұл да бізді қайталауға арналады. Тез етеміз балалар. Кішкене тыныштық сақтайық. Тез бір оқу шықсын, анадан шықпа. Эмер шықсын. Эмер, келе ғой. Мына жерде балалар 10-нан бастап 100-ге дейінгі 10-дық сандар. Бас тексерейік. Келесі неше болады? 30-дан кейін? 40. Дұрыс, тез келесі. Дұрыс, 70-тен кейін? Тез. 90-дан кейін? Өте жақсы. Кетті. Келесі. Арғарай енді. Мына топ шықты енді. Мына топтан енді бір оқушы шықсын да 100-ден бастап 10-ға дейін кері санай қойсын. Так, кім шықпады бізден? Ерланды сұра ғой, қайта айта ғой. 100-ден бастап 10-ға дейін алшы. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Дұрыс па балалар? Жарайсың, өте жақсы. Арғарай тағы да қайталау. Мына жерде балалар тізбек бойынша мына амалдар тез орындап, сол кезде мысықтың қолында қандай сан болғанын табуымыз керек. Так, қалай істейміз? Біріншісі, былай істейік. Бірінші топ, жүйріктер тобы 20-дан 10-да айтам. Келесі 10-ға 10-ды қосам. 20-ға 20 қосам. 40-тан 10-да айтам. Келесі 20-ны қосам. Дұрыс па екен балалар? Жарайсыңдар, 2 топқа да. Өте жақсы деген баға береміз. Енді балалар, түгел тақтаға қараймыз да, ойланайықшы, міне. Мына жерде ой қозғау бізде. Ол үшін міне, тынышталамыз. Бірінші, мына мәтінді бір оқушы оқи қойсын. Кім оқиды бізде? Фатима оқи қой. Қанша бауырсақ жеген екен? Айта ғой, Алихан. 6 қосу А. Дұрыс па балалар? 6 қосу А бауырсақ жеген екен.
Ал егер де аның орнына бірді қойсақ ше? Көрейік. Оқиықшы, мына өрнекті кім оқиды маған? Оқи ғой, Эмир. Жарайсың, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Енді ары қарай қарайықшы. 6 қосу А деген балалар, мұнда дұрыс әріпті өрнек. Неге әріпті өрнек деп ойлайсыңдар балалар? Иә, сан мен әріптің қосындысы. Яғни бұл өрнектің ішінде әріп болғандықтан біз оны әріпті өрнек деп айтамыз екен. Ал мынау ше? Неге санды өрнек балалар? Кім айтады? Айта ғой, Санжар. Қол көтеріп айтамыз. Өйткені ояқта только сандар. Өйткені бұл өрнекте тек қана сандар бар екен. Ал енді балалар, 6 қосу 1 деген дұрыс айтып отырсыңдар, санды өрнек. Ал мына тұрған 7 деген не болуы мүмкін? Айта ғой. Дұрыс. Санды өрнектің мәні немесе қосындының мәні. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Демек, мына өрнектің ішінде әріп тұратын болса, біз онда оны әріпті өрнек деп айтамыз екен. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар, дұрыс айтасыңдар, әріпті өрнектер. Енді Wi-Fi. Енді осы бүгінгі өтетін тақырыбымыздың мақсатымен таныс болайық. Санды және әріпті өрнектерді теңдік және теңсіздікті ажырату, құрастыру, жазу және оқу. Келесі мақсатымыз әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу болып табылады екен. Енді балалар, барлығымыз мына видеоны мұқият қарай қояйық. Әріпті өрнек құрамында әріпі бар өрнек. Әріпті өрнектегі әріптердің орнына түрлі сандар қойып, мәнін табуға болады. Әріпті өрнектің мәнін табайық. Барлығы қанша қарындаш барын білу үшін онға қосамыз. Әріпті өрнектің мәнін қалай табуға болады? Ол үшін X-тің орнына сәйкес сан қойып. Қалай білесің? Екінші қаламсауытта барлығы қанша қарындаш болуы мүмкін? 7 қарындаш бар деп болжайық. Демек, X тең 7-ге. Олай болса, неше болады? 10 қосу 7 тең 17. демек 10 қосу 7 тең 17. Жарайсыңдар балалар. Есте сақта, әріпті өрнектегі санның мәнін табу үшін әріптің орнына кез келген сәйкес санды қоюға болады. Түсінікті ма балалар? 0-ден бастап 9-ға дейінгі кез келген санды қоюға болады екен. Демек, әріпті өрнек дегеніміз не болды сонымен балалар? Құрамында әріпі бар өрнек екен. Енді балалар, осы әріпті өрнектегі әріптердің орнына біз не қоямыз? Яғни әріптеріміз біздің латын әліпбиіндегі әріптер болады. Оқып көрейікші. А, С, К, Y, Б, Д, X. Жарайсыңдар. Енді балалар, қарайықшы, 2 қосу оқимыз бірге. Жарайсыңдар. 2 қосу Б, С. Все, жарайды балалар. Яғни әріпті өрнектің не екенін түсіндік, ә? Олай болса кеттік ары қарай. Так, 2 топ кезек-кезек шықсын. Бірінші. Дәурен шыға ғой. Ал, оқи ғой. 7 қосу А. Дұрыс, Дәурен, 7 қосу. Жоқ, 7 қосу А деген бізде әріпті өрнек пе, санды өрнек пе? А болса ішінде. Әріпті өрнек пе, санды өрнек пе? Тобы көмектесейік? Дұрыс, жарайсыңдар. Келесі екінші топ. Дәурен. Келе ғой. Арушан, тез айналдыр. Оқи ғой. 2 қосу У. Y. Санды өрнек пе, әріпті өрнек пе? Әріпті. Жарайсың. Әріпті өрнек дейді, дұрыс па балалар? Келесі оқушы, келесі топтан Фатима келе ғой. Тез. А азайту 1. Дұрыс па? А азайту 1 дейді. Иә. Қандай өрнек? Әріпті өрнек. Неге әріпті өрнек, Фатима? Өйткені ояқтан
Неге әріпті өрнек? Өйткені ояқта а деген әріп. Сол себепті. Жарайсың, өте жақсы. А деген әріп, сондықтан да әріпті өрнек болады екен. Жарайды балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма балалар бізде кітапқа түгел назар аударамыз. Кітапты ашамыз. Әріпті өрнектер. Яғни бірінші есепке қараймыз. Барлығымыз бірінші есепке қараймыз. Ашайықшы бірінші есепті. Бірінші есепке қараймыз. Бірінші есептің берілгенін кім оқиды? Кім оқығысы келеді? Аружан оқи ғой. Киіз. Үйдің. Алдында үш адам отыр. Отыра ғой. Егер киіз үйдің ішінде Б адам отырған болса, онда мерекеге мерекеге барлығы неше адам қатысты? Яғни не қыл деп тұр балалар? Міне біздің алдымызда әр топтың алдында қарап отырсақ, тапсырмалар жасырылған, киіз үй тұр, иә? Не қыл деп тұр бірінші? Не белгілі балалар? Былай істейікші. Бірінші топ бізде талқылайды, екінші топ есептің шартын айтсын. Давай, бастаймыз. Кім айтады мына топтан? Міне қарайықшы, не қыл деп тұр берілгенде? Не белгілі? Кім маған түсіндіріп бере алады? Кім маған түсіндіріп? Санжар, айта ғой. Орнынан тұрып. Не белгілі? Я, мына есепте не белгілі? Киіз үйдің алдында неше адам? Иә, неше адам? Міне жазылып тұр ғой, неше адам? Яғни біз есептің шартын жазу үшін не белгілі болып тұр? Есептің алдындағы неше адам белгілі? Дұрыс. Және киіз үйдің ішінде неше адам? Б адам ғой. Ал. Сосын нені табуымыз керек? Барлығын табуымыз керек. Енді жарайсыңдар. Енді мына топ соның шартын маған тез айтып бере қойыңызшы. Иә, жауабымен шешу, дұрыс айтасың. Шешу мен жауабын айта ғой. Кім айтатын яқта шешу мен жауабын? Айта ғой, Фатима. Жарайсың, Санжар. Иә. Дұрыс айтасың. Жауабы 3 қосу Б болады, иә? Егер де біз Б-ның орнына кез келген санды қоятын болсақ, онда жауабын табуға болады, жарайды. Олай болса, балалар, осы есепті тез-тез дәптерімізге жаза қояйық. Дәптерге жазамыз. Есептің шартын жазамыз. Тез-тез жаза қояйық. Жай дәптерімізге жазамыз. Есептің шартын. Не деп? Үйдің алдында. Иә, алдында 3 адам. Иә, алдында 3 адам. Иә, жаз алдында 3 адам. Сосын, және не белгілі? Қашыз алдында 3 адам. Иә. Алдында 3 адам, сосын не еді сыртында? Ішінде Б адам болды ғой, солай ма? Алдында 3 адам, сыртында Б адам. Нені табайын деп жатырмыз? Барлығын табайын деп жатырмыз. Дұрыс. Сол жерге жаза ғой. Болып қалдық па? Иә, дұрыс. Иә, ішінде Б адам. Болдыңдар ма? Жарайсыңдар балалар. Олай болса кетті, келесі есепке көшейік. Яғни мына жерде біз әріпті өрнектерді қоршап, сыз және санды өрнектерді қоршапсыз дейді. Енді балалар біз жұмыс дәптеріне, тез-тез жұмыс дәптерімізді қолымызға аламыз. Жұмыс дәптеріндегі бірінші есепті орындаймыз. Қолымызға жасыл және қызыл карандаштарды аламыз да. Әріпті өрнек болса жасыл түсті карандашпен, ал санды өрнек болса қызыл түсті карандашпен қоршайтын боламыз. Тез-тез. Ана дәптеріңді ал.
Тез етейік балалар. Тез балалар тез етеміз. Бірінші есепті барлығын орындаңдар, өте жақсы. Екі топтың да бәйгелерін мен істеймін. Бір орынға жылжытамын. Келесі тапсырма, тез етеміз. Болдық па? Өте оңай. Не істеу керек? Әріпті өрнек болса, жасыл түспен қоршаймыз, ал санды өрнек болса, қызыл түспен қоршаймыз. Болдық па, балалар? Дәурен, не істедің? Әріпті өрнектер қайсы жасыл түспен қоршаймыз? Міне әріпті өрнегін. Қайсы әріпі бар? Әріпті өрнек дегеніміз не еді, балалар? Әріпті өрнек. Болдық. Өрнектен не болады? Өрнек әріп болса, әріпті өрнек болады, иә? Ал тек сандардан тұратын болса, онда санды өрнек болады. Болдық па? Барлығымыз болдық па? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік, иә? Келесі тапсырма бізде әріпті өрнектердің мәнін тап дейді. Балалар, енді бұл бізде жеке жұмыс. Әріпті шағыдан өз әріптеріне тез орындай қойсын. Міне, иә. Екінші әріпті өрнектердің мәнін тап деген екінші тапсырманы тез орындай қоямыз, балалар. Жұмыс дәптерімізді тез орындай қоямыз. Болды, мынаны тез орындайық. Біріншісін орындай қояйық, міне. Б қосу 30 деп тұр, иә? 30-дің орнына қандай санды қоямыз бірінші? Дұрыс. Неше болады сонда? 60. Дұрыс. Б қосу 30. Мұндағы Б-ның мәні нешеге тең дейді, Фатима? 30-ға тең дейді. Демек, 30 қосу 30 неше болады, Малик? Жарайсыңдарға, бұл болды па? Жарай, бұлай болса, кеттік келесі тапсырма. Келесі тапсырма, балалар, бізде жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс бізде алдымызда ағаш үйлер тұр. Сол ағаш үйлердің астында тапсырмалар жасырылған. Тез дәл осындай екі жұп болып, мысалға мынаны екеуіңіз орындайсыңдар. Эмир, сен жалғыз өзің орындай бер, жұбың қасында өзің болғандықтан. Ал мына жерде екінші ағаш үйдің астын көтереміз, ағаш үйдің ішінде тапсырма жасырылып тұр. Жұптық жұмыс. Тез әріпті өрнектің орнына екеуіңіз біреуін. Әріпті өрнектің орнына екеуіңіз бірге. Әріпті өрнектің орнына дәл жаңағыдай тапсырма. Иә. Әріпті өрнектің орнына сан қойып, тез орындай қойды. Балалар, тез етеміз. Болды ма? Жарайсың. Екеуің неге бірге орындамадыңдар? Жұптық жұмыс қой. Екеуіңіздікі бірге ғой. Жақсы, мына жерде біреуін шығара қой. Мына жерден біреуін шығар, сосын. Қайсы? Жарайсың, өте жақсы. Болдыңдар ма, екеуіңдікі бірге тез орындаңдар. Балалар, тез етеміз. Жарайсыңдар, қай топ бірінші болады екен? Жарайсыңдар, өте жақсы. Өте жақсы, қайсы? Жарайсыңдар. Кеттік, балалар, жарай. Болдыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Барлық оқушы тапсырманы өте жақсы орындап шықты. Енді осы жерден біреуін оқи қояқшы. Алихан, тез оқи қойна біріншісін. 50 қосу не болады? Бірінші қосу. Дұрыс. Тең. Неге 70 дедің? А-ның орнына неше қойдың? 20. Дұрыс. А-ның орнына 20-ны қойып 70 едік. Жарайсыңдар, балалар. Екі топта өте жақсы орындап шықты. Тағы да бәйгелеріміз бір сатыда қарай жыл. Кеттік ары қарай. Балалар, енді біз кішкене сергіп алайық, иә? Ол үшін барлығымыз орнына тұрамыз. Балалар, бүгін біз әріпті өрнекті өтіп қоя. Қандай тақырыпты өтпедік, балалар, біз бүгін? Әріпті өрнектер. Енді қарайықшы, балалар. Бұл әріпті өрнек дегеніміз, қарайықшы, балалар. Әріпті өрнек дегеніміз, яғни өрнектің құрамында әріп болғандықтан айтып тұрмыз, әріпті өрнек деп. Енді балалар, өрнек тағы да өрнек деген қандай ұғымды білесіңдер? Өрнек деген тағы нені білдіреді? Өрнек деген біздің математикамыздағы, мысалға 2 қосу А деген әріпті өрнек, 2 қосу 3 деген қандай өрнек? 2 қосу 3 болса, санды өрнек. Дәл сол сияқты осы өрнек деген сөздің ұғымы қазақ тілінде қандай ол? Нені білдіреді? Дұрыс, ою өрнек. Олай болса, балалар, қазір сергіту сәтінде біз кеттік, оюмен қолымыздан ою жасап өрнек жасайтын боламыз. Дайынбыз ба? Мен ағайым түспен. Қайталаймыз, кеттік.
қолымызбен қошқар би жасаймыз. Жарайды балалар. Енді осыдан кейін балалар біз тағы да жалғастырайық, иә? Қазақтың ұлттық күйі адаймен сергіту сәтімізді аяқтайық. Оңға, солға, алға атпен шауып баратырмыз, иә? Қаламдаламыз. Кеттік. Шеңбер жасаймыз. Қаттырақ. Шеңбер жасаймыз. Соңға, солға. Кеттік, парақталамыз. Парақталамыз. Оң қолымыз соғамыз. Кеттік, сол қол. Парақтып қоямыз. Кеттік. Оңға. Солға. Алға. Жарайсыңдар балалар.